Ассалаумалейкум, бауырлар. Народный медицинада ең қарапайым тәсілдердің бірі осы картошка мен емделу. Енді біз бүгін тоқталып кететін нәрсе ол асқазанның аурулары, асқазанның жаңағы жаралары ішіндегі язва дейміз ғой. Түсінігі мына ішек жолдарының ішінде жаралар болса, геморройдың жарасы, трещиналары дегендей. Осының бәріне осы картошка, шикі картошка үлкен көмегін тигізеді. Бұның бірнеше түрі болады ғой картошканың. Мынау ағы болса, мынау қызылы, сосын розовый түрі болады. Мен білетін түрі осындай, может басқа да түрі бар шығар. Ал енді емдік қасиетке ең күштісі мынандай қызыл картошка. Міне қызыл картошка іші сары болу керек. Мен алдыңғы видеоларда талай айтқанмын. Мынау ақ картошкадан, басқа картошкалардан көрі осының емдік қасиеті мықты. Сол үшін мыналарды да осыларды да пайдалануға болады, бірақ бұған көп уақыт кетеді. Мынау бір апта, ар кетсе бір 10 күннің ішінде жаңа асқазандағы, ішек жолдарындағы жаңа жаралар болса, соларды жақсы емдейді. Бұны өзім талай пайдаланып көргенмін. Енді бұны қалай пайдаланасыз? Мысалы, үлкен бір картошка болса, мынадан үлкенірек, соны сыртын қабығын ашығаннан кейін мынандай теркадан өткізіп, немесе блендердан өткізесіз ба, мейлі каша жасап, сочный каша болады. Соны аш қарынға тамақ ішпей шикідей асау керек, үлкен қасықпен 3-4 қасық. Асағанда чайнап жемей, жұту керек оны. Енді каша ғой жұмсақ өтіп кетеді тамақтан да. Сөйтіп, өнігін асқазаныңыз толған кезде жатып алмай, ар-бері қозғалып, ішіңізді бұлай массаж жасап, уқалап, жатып, тұрып, жаңағындай беліңізді ар-бері айландырып, үшім асқазанның ішінің бәрін майлап шығу керек сонымен. Сүнігін, ол арғарай кетеді, тамақты где-то 1 сағаттан кейін ғана бірақ ішкендігіңіз дұрыс. Өйткені мына каша әптен ар-бері аралап, жаңа өзінің емдік қасиетін тегізу керек сіздің іші құрылысыңызға. Асқазан, шектер, анау геморройдың жарасына дейін тазалап емдеп шығады бұл. Сөйтіп, где-то 10 күндей ішіп жүрсеңіз, оға дейін де айбет болып қаласыз, бір 3-4 күннен кейін де айбет болып қаласыз. Жаңа ауырып жүргендеріңіз басылып, өнігін грубый тамақ ішпей, каша, жұмсақ кашалар, тыквенный каша өте жақсы мысалы, сондай кашалар ішіп жүру керек. Ал егер сахарный диабеті бар адамдар болса, жаңағы жасаған кашаны марлыдан сығып, соның суын стақанға құйсаңыз, астында асатқа қалап, үстіңгі суын, соны ақырын-ақырын ішіп пайдалануға болады. Ассалаумалейкум, бауырлар. Мынау шикі картошканың асқазанға, язва желудка, гастрит деген басқа да асқазан, ішек жолдары, геморройға дейін тұтас емдеп шығаратын қасиеті бар деп айтқам. Народный медицинада бұны жақсы пайдаланады, бұрыннан пайдаланады. Алдыңғы 2 видеомды қарап көрсеңіздер, естеріңізге түсіресіздер. Және де интернеттен де қарап, іздеп, польза сырой картошки для здоровья деп жазсаңыздар, өздеріңіз тағы да көптеген информация аласыздар. Енді бұны жаңағы асқазанға пайдалану үшін мұнан енді мясорубкадан өткізіп, немесе теркадан тартып, әбен соғын шығарып, каша жасап, шикідей аш қарынға жұту керек деп айтқам. Сөйтіп, үнігөйін барып, ар-бері қозғалып, әптен асқазанның ішін майлап, үнігөйін бір осы картошкамен, несімен, кашасымен майлап, үнігөйін 1-2 сағаттан кейін тамақ ішу керек. Алдыңғы видеомнан қараңыз, көресіз сол жерде. Енді бұны бір кісілер айтады, біз енді бұны жей алмай жүрміз, қалай жейміз, асқазанды қалай емдесек болады, бұнымен емдегіміз келеді, бірақ жей алмаймыз деп. Дәмі сондай жағымсыз дейді. Дәмі кішкене жағымсыз сияқты, любой пайдалы нәрсенің дәмі сондай керемет жағымды болмайды көбінесе. Сол үшін мұнаны мен мысалы былай жеймін бұны. Өзім профилактика ретінде. Сол асқазанымда жара, жармек, бірдеңкелер бар болса, емдеп шықсын деп, сармайды, топленый майды алам да былай. Прям осылай, шикідей, осылай. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бірақ тісіңіз мықты болу керек.
Әбден шайнау керек, әбден шайнап бірақ жұту керек. Аузыңыздың ішіндегі де бір жара бірдеңкелер шыққан, қызарып бірдеңкелер шығады ғой кейде. Сондайлардың бәрінде жазып шығады, Алла қаласа. Шынымен де бұл өте пайдалы нәрсе. Алыс ауылды жерлерде, мысалы, егер адам ауырып жатса, қайдан қалаға келіп жүрмейді ғой. Сол үшін осындай картошка, именно мына сырты қызыл, іші сарғыш болса, өте жақсы. Картошканың ішіндегі ең пайдалысы осы. Ақ картошкалар да болады, бірақ енді мынандай эффекті бермейді ол. Бірақ оны көбірек десе де болады, ода жазады. Немесе мына квашеный капустаны, мына капуста негізі өзі асқазанға өте жақсы, бүйтіп қосып жесеңіз де болады. Бірақ жақсылап шайнау керек. Сахарный диабеті бар адамдарға болмайды. Олар бұның согын шығарып, сүзіп, асатқы бергеннен кейін ғана